Жол көлік оқиғаларының алдын алуға бағытталған жұмыстардың жүргізілуіне қарамастан, еліміздің жолдарындағы апаттылықтың жағдайы сын көтермейді. 6 айдың ішінде біз 1000-ға жуық адамның өмірін сақтап қалғанымызға қарамастан, өткен жұма, сенбі, жексенбі күндері шамамен 24 адамнан айырылып қалдық. Қала маңындағы жолдарда 3 немесе одан да көп адамның шығынымен орын алған жол көлік оқиғалары жиілеп кеткені ерекше алаңдатады. Мәселен, ағымдағы жылғы 15 шілдеде Абай облысында Лада Калина автокөлігінің жүргізушісі көлік тізгініне ие бола алмай, автокөліктің аударылуына жол берді. Апат салдарынан 3 адам қаза тауып, 2 адам әртүрлі жарақат алды. 16 шілде күні Доссор Құлсары Бейнеу республикалық маңызы бар автожолдарда Chevrolet Cobalt автокөлігінің жүргізушісі қарсы жүріс жолағына шығып, Toyota автокөлігімен соқтығысқан. Нәтижесінде 7 адам қаза тауып, 2 адам жарақат алған. Осы аптаның өзі жол көлік оқиғаларынан басталып отыр. Бүгін таңертең Түркістан облысында Шаян ауылының маңында жантүршігерлік жол көлік оқиғасы орын алды. Екпінді Созақ облыстық маңызы бар тас жолында Nissan, Toyota және Volkswagen маркалы 3 автокөлік соқтығысқан. Апат салдарынан көлік құралдары қасқағым сәтте өртке оранды. Оқиға орнында 10 адам көз жұмды, 12 адам ауруханаға жеткізілді. Алдын ала берілген мәліметтер бойынша, жол көлік оқиғасына Nissan автокөлігінің қарсы жүріс жолағына шығып кетуі себеп болған. Осы жағдайлардың барлығы жол жүрісіне қатысушылардың тәртібінің төмендігінен және жүргізушілердің менмендігін айқындайды. Талдау көрсеткендей, барлық жол көлік оқиғаларында жүргізушілер асығыс жүріп, басып озу үшін қарсы жолаққа шығады. Нәтижесінде жылдамдықтың жоғарылауына байланысты олар автокөлік тізгініне ие бола алмай, келеңсіз оқиғаларға тап болады. Жүргізушілердің немқұрайлығы мен салғырттығының салдарынан жол апаттарының 95% орын алады. Жол қателіктерді кешірмейтінін бәрі біледі. Сондықтан жүргізушілерден асықпауын сұраймыз. Осы қайғылы жол апаттарын ескере отырып, әкімшілік полиция комитеті жол жүрісіне барлық қатысушыларын қауіпсіз жүріс жылдамдығымен автокөліктер арасындағы қашықтықты қатаң сақтауға шақырады. Бүгінгі таңда еліміздің жолдарында 1022 адам қаза тауып, 7370 адам жарақат алған. Олардың өмірі жол көлік оқиғасына дейін және кейін болып екіге бөлінді. Себебі олардың қаншасы аман қалатыны және қаншасы мүгедек болып қалатыны белгісіз. Әрбір жүргізуші, жолаушы, жаяу жүргінші осындай хабарламаларды оқығаннан кейін, көріп немесе тыңдағаннан кейін өзімен мұндай жағдай болмайды деп санайды. Бірақ бұл қайғылы статистикаға кіргендер де солай ойлаған болатын. Құрметті жол жүрісіне қатысушылар, бұл менмен болмайды деген ойлардан арылу керек. Асықпаңыздар және абайлаңыздар. Үнемделген секундтар мен немесе минуттар сіздің өміріңізді қиюға тұрарлық дүние емес. Алла тағаланың өзі сақтанғанды сақтаймын деп айтқан. Себебі сіздің өміріңізден маңызды ештеңе жоқ.